Қайырлы күн менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осылайша салу жолы оңай, қыдырлақ болып шығатын чебурекиді үйрететін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға осылай тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Содан соң өсімдік майын құямыз және араластырамыз. Ұнымызға суымызды құйып, қамыр илеп аламыз. Алдымен қасықтың көмегімен осылай араластырамыз, себебі қайнап тұрған суға қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Осылай араластырып алдық, енді қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды осылай июі қанғаша жақсылап илеуіміз қажет. Міне қамырымыз осылай әдемі болып шығады. Қамырымызда мүлде түйіршіктер болмау қажет. Осылай қамырымызды домалақ етіп аламыз. Содан соң пленкамызға салып, қамырымызды тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнғанша салмасын дайындаймыз. Ең алдымен блендерімізге осылай сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты блендерден өткізген дұрыс. Сол кезде сарымсақтың суы жақсы шығады. Егер де блендер болмай жатса, сарымсақты ұсақтап турасаңыздар да болады. Осылай сарымсақты турап алдым, енді блендерден өткізетін боламын. Мінекей сарымсақты блендерден өткізіп алдық. Енді фаршқа араластыратын боламыз. Сарымсағымызды салдық. Тұзымызды саламыз. Бұрышын саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Фаршты осылай араластырған кезде өте сондай қоймылжың болады. Егер де сіздерде олай болмаса, кішкене үстінен су құйып жіберсеңіздер болады. Міне осылай қоймылжың болып шығады фаршымыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Қамыр менде 12 штук шығады чебуреки. Егер де одан да көп жасаймын десеңіздер, тура осы рецептпен тағы үстіне қоссаңыздар болады. Қамырға қажетті мөлшердің бәрін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден алсаңыздар болады. Қамырдың бәрін осылай домалақ етіп аламыз. Сол кезде қамырды жаю өте оңай болады. Міне қамырдың бәрін домалақ етіп алдық. Енді бір жерге жинап, бетін жауып қоямыз. Қамырды осылай домалақ жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз домалақ болып жайылу керек. Сол кезде чебурекиіміз домалақ әдемі болып шығады. Мінекей жұқа домалақ етіп жайып алдық қамырымызды. Егер дұрыс болмай жатса, осылай жанын дұрыстап жіберсеңіздер болады. Содан соң бір ас қасық дайын салмамызды салып, осылай жұқа етіп салып, жан-жанын қолымызбен басып шығамыз. Сосын осылай шаншқымен әдемі етіп басып шығамыз. Сол кезде чебурекиларымыз әдемі болып көрінеді. Мінекей және екіншісін көрсетейін сіздерге. Осылай қамырды домалақ етіп жайып аламыз, жұқа етіп. Содан соң бір ас қасық фаршымызды саламыз. Осылай жұқа етіп салыңыздар. Сол кезде жақсы піседі. Қолымыздың көмегімен басып шығып, осылай шаншқымен басамыз. Тура солай чебурекиларымыздың бәрін дайындап аламыз. Чебурекиларымызды міндетті түрде жанын қолымызбен басып шығу керек. Сол кезде майға қуырғанда қамырымыз ашылып кетпейтін болады. Енді қызып тұрған майымызға чебурекиларымызды осылай салып қуырып алатын боламыз. Қуырған кезде чебурекидің бетіне осылай майды шашыратып тұрамыз.
Сол кезде чебурекиіміз әдемі болып пісетін болады. Чебурекиларды қуыратын кезде орташа отта қуыратын боламыз. Себебі, егерде отыңыз қатты болса, чебурекилардың арасындағы фаршымыз піспей қалуы мүмкін. Тура солай чебурекиларымыздың бәрін әдемі етіп қызартып қуырып аламыз. Егерде менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Менде күнделікті жаңа рецепттер шығып отырады. Осылай чебурекилардың бәрін дайындап қуырып алдық. Енді тәрелкеге салып, кетчуппен, чеснокпен майонез араласқан соуспен тарту етсеңіздер де болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.